Сәлем достар, кеш жарық. Мынау менің красавицаларым. Бір апталық завтрак таңғы астың несін дайындап қойып жатыр, заготовка қысында. Сен де дайындап қойып жатыр осыны. Өзінше бір апталық дейді. Нағыз. Неше күнге жетеді мына бір несі? Ертең завтракқа жетеді? Ертеңге де шыдаса бұл. Енді сен білесіз, бізде үйде 7 адам тұрады. 7-дің әрқайсысы бір-бірден алғанда да. 2, 4, 6, 8, 16. Сен біреуін 2-ге бөліп санама? Олар деген біреу... Жоқ, мен біреу санаватым, мына полностью бір 16. В общем, мынау 2-ге бөліп санама бір нанды, потому что оны 2-ге бөліп жемейді да. Біреу бірден жейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ладно, 12 общий. Сонда бір адам бір завтракта 2 бутерброд жей ма? Жоқ, сен бір нанды 2-ге бөліп тұрсың ғой ортасынан. Жоқ, міне мына осы полный тұрған 12. Енді алтауға енді сен оны 2 қылып санама да, біреу қылып санама. Мынауынан бар ғой, анауынан бар. Енді осы ертең 6 десең де біз үйде 7 адам тек 6 ғана жемейді мысалға. Мына осы мынада пакетпен жасап жатыр ғой, 2 пакет жасайды осындай қылып та. Сол 2 күнге ғана жетеді. 2 күнге жетпейді, 1 күнге. Алда тек біреуін істедің ғой, бүгін 2-ін істеп жатсың енді. Жетпейді, қанша тұрады, қанша. В общем, солай. Сала кетіп, не қарап отырсың, бүйтуге бақшы. Осыны андай қылып 2 қыз дайындап қойып жатыр. В общем, менің адамдар жаңағы не қылады ғой. Не қыл дейді? Вложение жасап балаға бейт сөйтіп дейді. Менің вложением осы. Балдарыма тамақ жасауды, ертең күннің жаңағы тамақтан планировать етіп қойға үйретіп жатырмын. Обычно өзім енді жаңағы ақшалаған кезде тамақ аламыз ғой. Соны бір айға жетсін деп осындай заготовка жасап қоятын бұрында. Енді қазір қыздарымның бойына сіңіріп жатырмын соны. Убери, это отдельно с чесноком, убери отдельно. Вот, эй, ну ты это, она же старается делать, ты что ругаешься ее? Мен де сен төбеңнен түйіп отыр осы жерде қазір ұрысып отырайын, ұнамайды ғой? Сен мен қолынан ұрып отырып қамыр жайды ғой? Енді қамыр жайды? Айдалаға шығармай, аяқ үш күнмен ақ дұрыс қой, енді келесі жыл сенде жетеді. Сенің жасың ол кезде деген нормально возрастта болды, нан ысып үйренуге. Қоя ғой, 14-те нан ысыған жоқсың. 14-те маған. Это было 9 Вообще, өтірікті айтпашы. Зато қазір мен деген келіндердің алдында сен даже жақсы не қыласың нанды. Солай. Жұмыстан келіп шаршап, мен өзім тамам өзім отдельно алып жеп отырмын да, қыздарға мынандай жасап қойған, әне басталды біздікілер. Кешке келсең осылай. 2-ің бірден арқалап не қылып жүрсің, балам-ау? Берсейші біреуін аяғыңа, бер. Кетіп қалсын балам, балаш. Идете, оны жейтін заттарыңызды, ойнайтын заттарыңыз бәрі бар. Маған да демалуға бір азғантай мұрша беріңдерші. Мен ақшыққа қалып келгенсің ғой, 2 аяғым жаман ауырып отыр ғой. Мен ана күншінің үстінде әңгімеге жатамын. Кімнің? Төбедегі. Жаз? Мынада ең шығар честно. Сен де бүйтсейші түнде мен алып алып шабыран алып. Шабыраны ойладым, түнде шабыран алып ұрат шығарым деп. Қаға жетіп келер деп қылғылсын. Анда білесің ба, Нұрбек? Сол залда қалай секіретінін? Сен сонда айтатын, жынсыма неге секіреді деп. Вот, из-за этого же. В общем, менің жұмысымның бірінші аптасы аяқталды. Былай негізі. Енді өзім жұмысым өзім білемін ғой, қиын, ауыр деп айта алмайсың. Негізі, енді былай жақсы жаман емес. Коллективтерде ондай енді қатты жаман емес әйтеуір. Қасыма бірақ кішкентай бала бергенде бөпе беріп қойған маған, помощник қылып. Анаған енді бірдеме образец беремін, мынаны жаса десем, соның ішін бәрін өзгертіп, таблицасын алып тастап, әдемілеп өзінің несімен, сочинениесімен жасап қойған ғой. Мен не күлерімді, не жыларымды білмеймін жаңағы. Неге оны сәтсем, так же красивее дейді ғой маған. Сосын кейін еле түсіндім, әрең түсіндім, айттым. Мынау дедім, мына таблица, вообще форма, по законодательству, трудового кода, нормативы жасалған нәрсе, сен өзгертуге вообще не имеешь права бұны деп та. Ол сондай болу керек деп. Андай не деп еді ғой, личный листок Т2, Т1 деген секілді сондайларды өзгертіп қойған ғой, басындағы андай несінде углында тұрады ғой, приложение 9 бірдеме деген. Соны алып тастаған ғой, некрасиво смотрится деп. Эстетик бой демедім. Өлдім күлкінен. Кейін енді мен кешейдім, мен бірінші күн кірдім ба, бүгін 5-ші күн ғой, 5 күн ішінде, менің деламды 5 күн ішінде әрең жинап болды, сөйтіп жинап болып кешке қарай. Менің мына өзімнің жинаған бірінші рет дейді, осындай тып-тиянақты қылып, әдемі болып жиналған делаңыз сіздікі дейді ғой. Оказывается, ол кейін біздің алдымыздан келген адамдарда, жаңағы менің алдымнан келген маман, Қошиш? Ол помощник деп андай түсінгенде, мына саған помощник қадағала десе, ол тек қана
өзіне қатысты болмасын айтады, беріп тастайды ол балаға жаса деп. Ол балаға түсіндірмейді да қалай жасау керек екенін. Просто айтады, Google-дан қара, ChatGPT-ден қара дейді. Ол қасқа өзің білгенін айтады. Жасай берген ғой, сөйтсем, в общем, документ бар не құжаттың барлығы болақып кеткен. Осы 5 күннің ішінде қасында отырып, бір-бірден көрсетіп, мынаны сөйтесің, мынаны бүйтесің деп. В общем, үйретіп жатырмын да, енді біраз шама үйреніп қалып. Он, знаешь, даже принтер бар ғой, енді автоматический, механический принтер емес, бүйтіп двухсторонний жасау үшін бірінші оны алып, екіншісін қолмен салу керексің ғой. Он этого не знает. Сосын ана текущие страницы деген болады ғой, распечатать етуге. Соны қалай шығаратын білмейді мысалға. И таблицаның ішіне строканы удалить, добавить білмейді да. Енді былай қарасаң кішкентай бала ғой, енді оған әлі үйретпеген да ешкім. Енді ол помощник қылып бергеннен кейін, ол сағаннан қадағалап көрсет дегеннен кейін, ол стажер ретінде жүр ғой қазір. Оған көрсетіп үйретпесең, шынымен де ол бала қайдан біледі деймін да. Еще келіп жан-жақтан келіп жаңағы бухгалтер орнына не жеп айқайлап жатыр да. Где ты до сих пор ходишь с одним документом, что ли деп. Сосын ол бала енді менің неме қарайды ғой. Енді под мое руководство же. Сосын мен сол балаға бүгін главный бухгалтермен ұрыстым. Че давить на него. Енді орыс қой анау. Бізде көбіне білесің ғой, орыстар өзін көрсететін. Сосын айтам, что на него давишь? Говорю, если тебе не нравится, приходи ко мне, попроси у меня. Я могу тебе дать ответы. Ол қасқа бала не ответ бере алмайды анадан сасқалақтап. Бірдемесе. Ол таба алмай документтерін сөйтіп жатыр ғой. Соны неғып зам директорге дейін тіп-тік айтып. Не орите на него деп. Бірдеңе керек па? Сұра менен, мен өзім оған сосын задачасын беріп, мен өзім сұраймын ол баладан деп та. Вы видите, что он не успевает деп. Сонымен үшін бүгін андай листок бердім. Шпаргалка для кадровика деген. Сөйтіп айтып, ол саған қарап бір-бірден жасағанды птичка қойды бара бер деп. Айтқаным сол ғой. Енді ол жас кішкентай бала болсын. Оқуын әлі білмейді. Білмейді, оның үстіне олар деген бүйтіп ойлайды да. Не жас бала ғой енді андай қылып. Алып кету керек қой. Иә, стажер болса барлығын істеп білу керек. Алып кету керек. Ол деген өзі невнимательно ұмытып кете береді деп айтып, ол қасқа ондай объем работы жұмыс жасап көрген жоқ қой әлі деймін да. Вспомните себя деймін да, когда первый раз пришли стажироваться. Сіздер де жүрдіңдер ғой, с малого начинали. Ол балаға айтам ғой, телефонға жазып аламын дейді да. Мен айтам, ол телефондан сен ұмытып кетесің. Блокнотқа жаз да, әр жасаған жұмысыңа галочка қойып отыр деп. Хорошо, ертең барып аламын деп сөйтіп. Бізде де сонда қанша гостиницада жүрген кезде менде, например, принтердің екенін білмедім. Менде, например, тоже карточкалерді ошибкамен записывалармен. Білмеймін. Это сколько проходит? Уже қанша 3-4 кәдімгі неше? Ол қалада барлық гостиницада жасап қойдық. Содан кейін уже конце келіп уже деген істеп. Қондырмаймыз. Сол мен ой, жоқ, біздердің стажымыз бар, опытымыз бар, біздер оны арасында жатсамыз оны. Ол деген емес қой. Аян барам. Просто каждый раз адамға ұрса берсең, оны теряется же. Сосын ары қарай желаниесі қашып кетеді жұмыстан. Мен жасағысы келмейді адам ақылы. Сөйтіп маған айтамын ғой, вообще не трогайте моего мальчика деп. Мен өзім сұраймын, өзім білемін деп. Сөйтіп экселмен оттың бәрін көрсеттім де жүрмін. Мә, круто деп қайды өзі жасап болып келеді. Айтым, енді менікін жасадың ғой полностью. Енді соған қарап қалғанын жасап. Вот это твоя шпаргалка деп. Сосын ана не бар емес, адамдар ана договордың басында данный өзгертетін жерлері. Соның бәрін сарымен белгілеп бердім. Оказывается, так легко. Айтам, не было. Меня говорит, вообще мне никто не объяснял. Меня никто не обучал так деп. Мен как есть, так и делаю. Маған тек образец беріп лақтырып тастайды, мен соны. Оказывается, басында ауыстырмайды екен, тек астына қол қоятын жерде ауыстырады екен да. Енді он же не юрист, он никогда не работал юристом, он никогда не работал офис-менеджером, он никогда не работал кадровиком, да. Для него, конечно, это ново. Барлығы жаңа новый зат, ол түсінбей жатыр да, оны қорытпайды ғой жаңа. Мысалы, мен жазып қалсам, мен қазір жаңа бір мамандықты үйренемін, менің миым қорытпайды, оны да бір жарты жылға дейін жүретін шығармын оны. Бірақ неде болса өзі мәз әйтеуір. Бізде де юриспруденция основа права. Осы конституция затына экзамен тапсырған кезде апелляцияға овуляция деп жазып жүргенбіз. Нормально. Айып кеткенсің. Сонымен бүгінгі хабар өсек осындай. Ал қош сау болыңыздар достар, келесі кездескенше.